Міне бүгінгі алтын адам номинациясында сіздерді белгілеп, отырған азаматтардың бәрі де кең байтақ еліміздің түкпір-түкпірінде әр салада қызмет жасап жатсыздар. Осы еңбектеріңіздің бәрі бағаланып, әрине мемлекет тарапынан елдің ынтымағы мен ауызбіршілігі үшін атсалысып жүрген азаматтарды қашанда марапаттау үлкен мәртебе. Елімізге белгілі адвокат, ұлт жанашыры, қоғам белсендісі, ел жанашыры, 8 баланың әкесі, әр жұма сайын заң саласы бойынша тегін халыққа көмек беріп, халықты қуантып жүрген қоғам қайраткері Кішкенебаев Тілеужан Жұмабекұлы марапатталады. Тілеужан мырза, мінекей бүгін алтын адам номинациясының иегері атандыңыз. Сізді шын жүректен құттықтаймыз. Осы тұрғыда бір-екі ауыз айта кетсеңіз. Енді бүгін Динара қарындасымның ұйымдастыруымен алтын адам деген номинациясын ұйымдастырып, бәрімізді шақырып, осындай марапатқа ие болып жатырмыз. Енді бұл деген не деген сөз? Енді президентіміздің биылғы жылды еңбек адамы деп атауының себебі осы іскер адамдарға қатысты айтылған сөз деп ойлаймын. Яғни өзінің әр маман өзінің иесі, өзінің жұмысына, өзінің еңбегіне қарай әрекет жасап, елдің алдында өзінің істеп жүрген жұмысын көрсетеді, атқарады деген сияқты. Сол сияқты біздің де еңбегімізді сонау қанша уақыттан бері қаншама халыққа заңды тұрғыда құқықтарына көмек беріп, осы еңбегімізді кішкене бағаланып, соған осындай елге сіңірген еңбегіңіз деп осындай марапатты ұсынып отыр. Рахмет Динара ханыма. Динараға енді жұмысына, ісіне сәттілік тілеймін. Әрқашанда осы елді қуантып, қаншама еңбек етіп жүрген жандардың еңбегі еленіп жатқанына қуанып отырмын. Сондықтан аман болайық, осындай халыққа, елге қызмет жасап жүре берейік. Жалпы осындай керемет марапаттардың иесі болу үшін болашақ өсіп келе жатқан жастарға қандай кеңес бересіз? Жалпы мен айтқым келеді, еңбек әрқашанда еленеді, сондықтан бағаланады. Еңбек ету керек, тынбау керек, еңбегіңіз халыққа сыну керек, халықтың қамына қарай жұмыс жасасаң, еңбек міндетті түрде бағаланады. Сондықтан аман болайық, осы еңбек етіп жүре берейік. Жастарға айтарым, еңбектене беріңдер, еңбегің міндетті түрде бағаланады деп айтқым келеді.